Достар, тек One X компаниясында ғана ең жоғары коэффициенттер, жедел төлемдер және де ең оперативті сервис қызмет атқарады. Төмендегі сілтеме арқылы өтіп, арнамыздың промокодын қолдансаңыздар, ең тиімді бонустар сіздерді күтуде. One X сілтемесі төменде. Криштиану Роналду Мюнхендік Бавария сапына ауысуы мүмкін. Килиан Мбаппе Мадридтік Реал сапына ауыспай Парижде қалатын сияқты. Ал Барселона Эрлинг Холландқа қатысты алғашқы ұсыныс жасады. Осы және де өзге де қызықты жаңалықтар топтамасы дәл осы бейнероликте. Арнамызға жазылып қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз басаймыз. Ең алдымен мұсылман бауырымыз Садио Маненің өте лайықты әрекетінен бастасақ, 29 жастағы сенегалдық ойыншы Мерсисайдтық клуб басшылығына оның Африка кубогіндегі жеңісін атап өтпеуін сұрады. Бұндай әрекетке Садио әріптесі Салахқа деген құрметінен барды. Еске салсақ, ағымдағы ақпан айының басында Маненің Сенегал құрамасымен Салах өнер көрсететін Мысыр Африка кубогының финалына шығып, алғашқылары жеңіске жетті. Мане демекші, Ливерпульдің шабуылшысы соңғы Норвичқа қарсы жеңіспен аяқталған матчте АПЛ-дегі соққан голдары бойынша Дидье Дрогбамен теңесті. Қазіргі таңда екеуінде бірдей 104 гол, алайда Садиода оны басып озатын әлі бір талай уақыты бар. Әйгілі итальяндық инсайдер Никола Скири Иван Перешич Интермен келісім шартын ұзартатынын хабарлауда. Интер 32 жастағы хорватиялық хавбекке жылдық жалақсы 4,5 миллион евроны құрайтын 2 жылдық келісім шарт ұсынды. Ал әртүрлі испандық баспалар Мадридтік Реал Адриа Соланы Фиорентинаға толық сатуға дайын екенін жазуда. Патшалық клуб испандық қорғаушыны 20-25 миллиондық ұсыныс келсе ғана жіберуге дайын. Қазіргі таңда Альвара итальяндық клуб сапында жалға өнер көрсетуде. Украина ұлттық құрамасы мен Локомотив Динамо клубтарының экс-ойыншысы Александр Алиев Ресейге қарсы соғысқа толық дайын екенін жеткізді. 37 жастағы экс-футболшы өзінің инста парақшасына тапанша мен снайперлік винтовканы ұстап тұрған суретін жүктеп, Астананы қорғауға дайынбыз деген жазба қалдырды. Еске салсақ, соңғы кездері Ресей және Украина арасындағы бейбітшіліктің сапасы сын көтермей сыр беруде. Диарио Спорт баспасы Серджи Роберто мен каталондық Барселона арасындағы келіссөздер үзілгенін хабарлауда. Енді жазда еркін агент атанатын испандық футболшы басқа клубқа ауысуы мүмкін. Алайда басқа сенімді баспалар келісімді екі тарап әлі де ұзартатынына сенімді. Футболшыға дәл қазір әртүрлі ағылшындық клубтар қызығушылық танытуда. Ал Мадридтік Реалдан қорғаушысына келсек, Эдер Милитауға лондондық Челси қызығуда. Зейнеткерлер бұндай қадамға Реалдан Рюдигерге қызығушылығынан бола барып жүрген сыңайлы. Алайда Эдердің өзі болашағын тек Реал жейдесінде көретінін жеткізді. El Mundo Deportivo баспасынан ақпаратына сүйенсек, Мадридтік Атлетиконы маусым соңында Барселонаның экс-бапкері Эрнесто Вальверде тізгіндеуі мүмкін. Клубты 11 жыл тізгіндеп келе жатқан аргентиналық Диего Симеоне болса өз еліне оралуы мүмкін. Ал Вальверде Атлетиконы көтере ала ма? Әлде Барселонадағыдай бәрі керісінше бола ма? Пікірлеріңізді комментарийде күтемін. Ла Лиганың тілі өте ұзын. Президенті Хавьер Тебас тағы да Месси мен Роналдуға қатысты өте жойқын пікірін қалдырды. Лео Мессидің кетуі Ла Лигаға мүлде әсер етпеді. Чемпионат экономикасына 1-2 футболшы әсер ете алмайды. Роналду кеткеннен кейін де Ла Лига әлсіреп серия А қатты дамып кетті деп айта алмаспын, деді Тебас. Статистика бойынша мүлде керісінше екені түсінікті әрине. Десе де бұндай сұхбаттармен Тебас хайп жинамақ па, әлі де түсінбедім. Валенсияға қарсы матчте хет-трик авторы аттанған Пьер-Эмерик Абамейянг 4 түрлі чемпионатта хет-трик соққан 21 ғасырдағы алғашқы футболшы атанды. Осыған дейін габондық шабуылшы Лига 1-де Бундеслигада, АПЛ-де енді міне Испания чемпионатында хет-трик соқты. Ал Барселона ақырында боралып, турнирлік кестедегі жағдайын қалыпқа келтіруде.
Барселона демекші, каталондықтар Эрлинг Холландқа алғашқы ұсыныстарын жасады. Блограндықтар норвегиялық форвардқа жылдық жалақысы 20 миллионды құрайтын 5 жылдық келісім шарт ұсынды. Алайда испандықтарға алдымен Дортмундтық Боруссиямен келісіп алу керек сияқты, әйтпесе Килиан Мбаппе үшін PSG мен Реал арасындағы дау сияқты жағдай орын алуы мүмкін. Бір түсінбегенім, осыншама дағдарыста жүрген Барселона қаражатты қайдан алмақ? Олар өткен аптада ЛГБТ-ні мойындады ғой. Естімесеңіздер, осы үшін ақша төленеді. Мбаппенің жағдайына оралсақ, Францияның президентінің өзі Макрон мен экс-президенті Саркози Килианға Реалға ауыспай Парижде қалуын өтінгені жайлы естіген боларсыз. Бұл шын мәнінде пайдасын берген сияқты. The Times баспасы париждіктер Мбаппеге әлемдегі ең жоғарғы айлығымен 2 жылдық келісім шарт ұсынбақ. Ал Мадридтік Реалдан тарапы футболшыға биыл келмесе, енді күтпейтінін ескерткенін жазуда. Дәл қазір Килиан қатты сыналуда. Бір жағынан өте көп ақша, екінші жағынан балалық шағының арманы. Таңда өзіңде, Килиан. Және де бүгінгі күннің басты жаңалығына келсек, билді баспасы Криштиану Роналду Мюнхендік Баварияға ауысуы мүмкін екенін жазуда. Мюнхендік клуб тарапы Жорже Мендешпен келіссөздерді бастап кетті. Ал МЮ тарапы, егер клуб чемпиондар лигасына ілікпесе, бұл трансферге тосқауыл болмайтынын жеткізді. Роналдуды Баварияда көрген өте қызықты болатын еді. Мбаппе нәтижесінде қандай шешімге келуі мүмкін? Барселона Холландтың трансферін көтере ала ма? Роналдуды Бавария сапында көргіңіз келе ме? Комментарийге пікірлеріңізді жазып, бейнероликке лайк басуды ұмытпаңыздар. Арнамызға және инста парақшамызға тіркеліп, бізбен бірге болыңыздар. Келесі кездескенше достар, футбол бірінші орында.